Саламатсыз достар, менің есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы қара тізімнен, яғни черный списоктан шығып кредит алуға бола ма деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде барлық банктердің үстінен қарап қадағалайтын орган бар. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка немесе қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі деп аталады. Осы органның төрағасының орынбасары Нұрлан Абдрахманов 8 сәуірден бастап банктердің қара тізіміне енгендердің қайтадан кредит алу мүмкіндіктерінің бар екендігі туралы айтып кеткен болатын. Енді кредитті қайтару мерзімі 90 күннен асқан кредиттер қалпына келтірілді деген статус алады. Ол дегеніміз, сіздің 3 айдан көп алған кредиттеріңіз бар болса, және сіз сол кредиттер үшін банктердің қара тізіміне кіріп кетсеңіз, сіз қара тізімнен шықтыңыз, сізге жаңартылған қалпына келтірілді деген статус тағайындалатын болады. Ол статус кредиттік бюрода тіркеледі. Ал сіз білетіндей банктер сізге кредит берердің алдында осы кредиттік бюродағы сіздердің статустарыңызды тексеріп барып кредитті беретін болады. Алайда статусыңыз қайта қалпына келтірілді деп, сразу кредит бере салады деген сөз емес. Кредит алу үшін қойылатын бірнеше талаптар бар. Олар: біріншіден, сіз барлық кредиттеріңізді жабуыңыз керек. Екіншіден, кредиттерді жапқан соң 1 жыл уақыт өту керек. Үшіншіден, осы уақыт аралығында сіздің банктердің, микроқаржы ұйымдардың алдында ешқандай қарыздарыңыз болмауы керек. Осы 4 шартты орындағаннан кейін ғана сіз жаңа кредит алуға мүмкіндік аласыз. Егер сіз кезінде кредит алып, белгілі бір мөлшерін жауып, кейін төлей алмай, черный списокқа кіріп кетсеңіз, мен айтып кеткен 4 шартты орындап, қайта кредит ала алатын боласыз. Ал егер сіз кредит алып, мүлде төлемесеңіз, онда сізге сотқа дейінгі шешу жұмыстары қарастырылады. Ол дегеніміз, әр банк өзінің кредит алған адамдарының жағдайларын қарап, тексеріп, әр адамның кредитін жабуға жаңа график жасалу жолдарын қарастырылатын болады. Черный списоктан шығу үшін ешқандай заявление жазудың қажеті жоқ. Тек мен айтып кеткен талаптарды орындасаңыздың болғаны. Кредиттік бюро өздері сізді автоматты түрде қара тізімнен шығаратын болады. Бұл қара тізімнің кредит алудың жыры осымен біткен жоқ. Себебі әлі осы черный список жайлы нақты заң жобасы шыққан жоқ. Алда көптеген ақпаратты жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.